Жаңа технологиялар мен инновациялар енгізу жоспар. 1. Кіріспе. Технология мен инновациялардың анықтамалары тарихи шолу, технологиялық төңкерістер мен олардың экономикалық және әлеуметтік әсері қазіргі заманғы технологиялар мен инновациялардың маңызы. 2. Жаңа технологиялардың түрлері және коммуникациялық технологиялар ак. Мысалдар бұлтты есептеу, жасанды интеллект, интернет заттар, ес, энергетикалық технологиялар, жаңартылатын энергия көздері, күн, жел, энергия үнемдеу технологиялары, биотехнологиялар, медицина, ауыл шаруашылығы, азық-түлік технологияларындағы инновациялар, өндірістік технологиялар, өндірістегі автоматтандыру мен роботизация. Үй. Инновациялар мен олардың түрлері. Инкременталды, шағын және радикалды инновациялар, өнімдік және процесс инновациялары, ашық инновация және коллаборация, дизайн ойлау және гвост әдістері. 4. Инновацияларды енгізу жолдары. Зерттеу және әзірлеу процесі, жаңа технологияларды интеграциялаудың кезеңдер. Зерттеу, әзірлеу, сынақ, өндіру, жаңашыл компаниялардың мысалдар. 5. Жаңа технологиялар мен инновацияларды енгізудегі кедергілер. Қаржылық кедергілер, қызметкерлердің дайын еместігі және білім жетіспеушілігі, құқықтық және реттеу мәселелері, инфрақұрылымдық шектеулер. 6. Инновацияларды қолдау механизмдер. Мемлекеттік қолдау мен ынталандыру шаралары, венчурлық қаржыландыру және стартаптар, университеттер мен ғылыми зерттеулер орталықтарының рөлі, краудфандинг және инвестициялық платформалар. 7. Қорытынды. Жаңа технологиялар мен инновациялардың болашағы, Қазақстандағы технологиялық және инновациялық дамудың келешегі, инновацияларды енгізуде лидерлік және басқару қабілеттерінің маңызы. 8. Сұрақтар мен жауаптар. Тыңдаушылардың сұрақтары мен пікірталас. Бұл лекция жоспары жаңа технологиялар мен инновациялардың енгізілу жолдарын, олардың түрлерін және кедергілерді кеңінен қамтиды. Міне технология мен инновациялардың анықтамалар. Технология белгілі бір мақсатқа жету үшін қолданылатын әдістер, құралдар және процестер жиынтығы. Ол өндірістік, ғылыми, білім беру және басқа да салалардағы өнімділік пен тиімділікті арттыру үшін пайдаланылады. Технологиялар өнімдер, процестер немесе жүйелерді жетілдіруге бағытталған және ғылым мен инженерияға негізделеді. Инновация – жаңа немесе жетілдірілген өнімді, қызметті, процесті немесе бизнесті енгізу және нарыққа шығару. Инновация – жаңа идеялар, әдістер немесе шешімдерді нақты қолданбалы нәтижеге айналдыруды білдіреді. Ол әдетте проблемаларды шешуге, жаңа мүмкіндіктерді ашуға және экономикалық немесе әлеуметтік прогреске ықпал етеді. Технологиялар инновацияның маңызды бөлігі болып табылады, өйткені жаңа технологиялар инновацияларды дамыту үшін қажетті құралдар мен әдістерді ұсынады. Технологиялық төңкерістер немесе өнеркәсіптік революциялар адамзат тарихының дамуында ерекше маңызды рөл атқарған. Олар экономикалық және әлеуметтік құрылымдарды түбегейлі өзгертіп, қоғамның түрлі аспектілеріне елеулі әсер етті. Бірінші өнеркәсіптік революция, ғасырдың соңынан ғасырдың бас, негізгі жаңалықтар, механизация және бу қуатының қолданылуы. Өндірісте машиналар қолдана басталды, әсіресе тоқыма және металлургия салаларын. Бу қозғалтқышы көлік жүйесіне де әсер етті, теміржолдар мен пароходтар кеңінен таралды. Экономикалық әсері өндірістің айтарлықтай өсуі мен құнын төмендету. Ауыл шаруашылығынан индустриалдық экономикаға көшу, қалалардың өсуі және урбанизация. Әлеуметтік әсері жұмысшылардың еңбек жағдайы қиындады, еңбек қозғалыстары мен жұмысшы құқықтарының пайда болуы. Қалалардағы халық санының өсуі жаңа әлеуметтік құрылымдар мен проблемаларды туындатты. 2. Екінші өнеркәсіптік революция, ғасырдың екінші жартысы, ғасырдың бас, негізгі жаңалықтар, электр қуатының, химия өнеркәсібінің және ішкі жану қозғалтқышының дамуы. Телефон, радио және электр жарығы сияқты жаңа технологиялар күнделікті өмірге енгізілді. Экономикалық әсері масштабты өндірістің дамуы, жаһандық сауда жүйелерінің қалыптасуы, жұмыс орындарының көбеюі. Көліктің дамуы халықаралық сауда мен ресурстардың тиімді пайдаланылуын қамтамасыз етті. Әлеуметтік әсері орта таптың өсуі, өмір сапасының жақсаруы, халықтың көбеюі және урбанизацияның жалғасуы. Білім беру және денсаулық сақтау салаларының дамуы. Үй. Үшінші өнеркәсіптік революция, ғасырдың ортасы, ғасырдың бас, негізгі жаңалықтар. Электрондық есептеу машиналарының, интернеттің және компьютерлік технологиялардың пайда болуы. Микроэлектроника, телекоммуникация, автоматтандыру және цифрландыру қоғамға еніп, жаңа индустриялар пайда болды. Экономикалық әсері, білім экономикасының пайда болуы, жаһандану мен ақпараттық технологиялардың экономикаға кеңінен ену. Өндірістегі роботтандыру жұмыс күшінің құрылымын өзгертті. Әлеуметтік әсері, ақпаратқа еркін қолжетімділік, қашықтан жұмыс істеу мүмкіндігінің артуы.
Білім мен технологияға негізделген қоғамның дамуы. 4. Төртінші өнеркәсіптік революция ойлы ғасырдың басынан бастап. Негізгі жаңалықтар жасанды интеллект, интернет заттар, блокчейн, робототехника, биотехнологиялар және кванттық есептеулер. Бұл төңкеріс адам мен машинаның өзара әрекеттесуін түбегейлі өзгертті. Экономикалық әсер, сандық экономика мен автоматтандырылған жүйелердің кең таралуы, өнімділік пен инновациялардың өсуі. Әртүрлі салаларда еңбек нарығының трансформациясы және жаңа бәсекелестік артықшылықтардың пайда болуы. Әлеуметтік әсер, жұмыс орындары мен жұмыс күшіне қойылатын талаптардың өзгеруі, өмірдің цифрлануы және әлеуметтік өзара байланыстардың жаңа формалары. Сандық теңсіздік мәселелер. Қорытынды технологиялық төңкерістер қоғамның экономикалық және әлеуметтік дамуын айтарлықтай өзгертіп, өндірістік процестерді автоматтандырудан бастап, ақпараттық қоғамға дейінгі әртүрлі аспектілерге әсер етті. Қазіргі заманғы технологиялар мен инновациялар қоғамның барлық саласына елеулі әсерін тигізіп, жаһандық өзгерістерге алып келуде. Олар өндірістік, экономикалық және әлеуметтік жүйелерді оңтайландырып, өмір сүру сапасын жақсартуға және жаңа мүмкіндіктерді пайдалануға мүмкіндік береді. Міне олардың маңызына қатысты негізгі аспектілер. 1. Экономикалық өсуді қамтамасыз ету. Өндіріс тиімділігі, заманауи технологиялар өндірістегі автоматтандыруды, роботизацияны және жасанды интеллектті қолдану арқылы өнімділікті арттырады. Бұл кәсіпорындарға ресурстарды үнемді пайдаланып, бәсекеге қабілетті болуға көмектеседі. Жаңа нарықтар мен мүмкіндіктер, инновациялар жаңа өнімдер мен қызметтерді ұсынуға мүмкіндік береді. Мысалы, жасыл энергетика, биотехнология, финтех салалар. Бұл әлемдік экономикаға жаңа мүмкіндіктер тудырып, кәсіпкерлер үшін табыс көзін арттырады. 2. Әлеуметтік өзгерістер мен өмір сүру сапасының жақсаруы. Денсаулық сақтау саласы, медициналық технологиялардың дамуы, мысалы, генетикалық зерттеулер, телемедицина және деректерді талдау арқылы адамдардың өмір сүру ұзақтығын арттырып, ауруларды алдын ала анықтауға мүмкіндік береді. Білім беру жүйесі, цифрлық платформалар мен онлайн оқыту технологиялары білімге қолжетімділікті арттырады. Әркімге білім алу мүмкіндігін беріп, қашықтықтан оқытуды жеңілдетеді. Қолжетімділік пен байланыс, интернет заттар, 5 және жасанды интеллект негізіндегі технологиялар қоғамдағы әртүрлі процестерді оңай әрі жылдам орындауға мүмкіндік береді. Бұл қызмет көрсету сапасын жақсартып, күнделікті өмірді оңтайландырады. Үй, жаһандық мәселелерді шешу. Қоршаған ортаны қорғау, жаңартылатын энергия көздері, мысалы, күн және жел энергиясы, көмірқышқыл газын азайтуға көмектесіп, жаһандық жылыну мәселесін шешуге ықпал етеді. Энергия үнемдеу технологиялары ресурстарды сақтауға көмектеседі. Азық-түлік қауіпсіздігі, биотехнология мен агротехнологиялар ауыл шаруашылығында өнімділікті арттыруға, азық-түлік өндірісінің тиімділігін жоғарылатуға мүмкіндік береді. Бұл әлемдегі азық-түлік тапшылығын жоюға бағытталған. Су ресурстарын басқару, су тазарту және үнемдеу технологиялары климаттық өзгерістерге байланысты пайда болатын су тапшылығын азайтуға ықпал етеді. 4. Жұмыс орындарының трансформациясы. Жұмыспен қамту технологиялар жаңа жұмыс орындарын ашып, еңбек нарығында жаңа дағдыларды қажет етеді. Жасанды интеллект және автоматтандыру арқылы кейбір дәстүрлі мамандықтар жойылып, орнына заманауи технологияларға негізделген мамандықтар пайда болады. Қашықтықтан жұмыс істеу, цифрлы құралдар мен коммуникациялардың дамуы қашықтан жұмыс істеу мүмкіндігін кеңейтеді. Бұл жұмысшылар мен жұмыс берушілердің икемділігін арттырады. 5. Қауіпсіздік пен деректерді қорғау. Киберқауіпсіздік, цифрлық экономика мен деректердің артуымен байланысты киберқауіптер де көбейіп келеді. Сондықтан заманауи қауіпсіздік шешімдері маңызды рөл атқарады. Деректердің тиімділігі, үлкен деректер, және деректерді талдау арқылы ұйымдар мен үкіметтер ақпараттарды тиімді пайдаланып, стратегиялық шешімдер қабылдауда дәлдікке қол жеткізеді. 6. Инновацияның жылдамдығы мен жаһандану. Жаңа технологиялардың таралу жылдамдығы қазіргі заманғы инновациялар жаһандық деңгейде тез таралып, барлық салаларда жедел өзгерістерге әкеледі. Бұл экономикалық, әлеуметтік және мәдени байланыстарды күшейтіп, жаһандық серіктестікке ықпал етеді. Қазіргі заманғы технологиялар мен инновациялар қоғамды тиімдірек, тұрақтырақ және біріктірілген ортаға айналдырып, болашақтағы экономикалық және әлеуметтік даму үшін негіз қалыптастырады. 1. Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, акт. Бұлтты есептеу, деректерді сақтау және өңдеу үшін бұлттық платформаларды пайдалану. Бұл технология ақпаратқа қолжетімділікті жақсартады және компаниялар үшін шығындарды азайтады. Жасанды интеллект, машиналардың адам ақылына ұқсас тапсырмаларды орындау қабілеті. Оған бейнелерді тану, тілдерді өңдеу, автоматтандырылған шешім қабылдау кіреді.
Интернет заттар, ENS, интернетке қосылған құрылғылардың өзара әрекеттесу жүйесі. Мысалы, ақылды үйлердегі құрылғылар, денсаулық сақтау мониторингтер. 2. Энергетикалық технологиялар жаңартылатын энергия көздері, күн, жел, геотермальды және гидроэнергия. Бұл технологиялар таза энергияны қамтамасыз етіп, қоршаған ортаға зиянды әсерді азайтады. Энергия сақтау жүйелері қуатты тиімді сақтау үшін аккумуляторлар мен энергия сақтау технологиялар, әсіресе электромобильдер үшін маңызды. Үй. Биотехнологиялар генетикалық инженерия, ДНК-ны өзгерту арқылы жаңа қасиеттері бар өсімдіктер мен жануарларды жасау. Бұл ауыл шаруашылығында өнімділікті арттыруға және медицинада ауруларды емдеуге мүмкіндік береді. Медицинадағы биотехнологиялар, биопрепараттар, жасушалық терапия және биопринтинг сияқты технологиялар денсаулық сақтау саласына айтарлықтай жаңалықтар әкеледі. 4. Өндірістік технологиялар, робототехник. Өндіріс және қызмет көрсету салаларында автоматтандыруды жүзеге асыратын роботтар мен машиналар. Өндірістегі жұмыс тиімділігін арттырады және адам еңбегін жеңілдетеді. 3. Басып шығару, құрылымдарды қабаттап құру арқылы өнімдер жасау технологиясы. Бұл өнім өндірісін жылдам әрі икемді етеді. 5. Нанотехнологиялар. Материалдарды атомдық және молекулалық деңгейде өңдеу. Бұл технология медицинада, электроникада және материалтануда үлкен жетістіктерге жол ашады. Мысалы, күшті әрі жеңіл материалдар жасау. 6. Көлік технологиялары электромобильде. Электр қуатымен жүретін көліктер қоршаған ортаға зиянды қалдықтарды азайтады және жаңартылатын энергия көздеріне негізделген. Дрондар, қашықтан басқарылатын ұшақтар мен көлік жүйелері, оларды логистика, тасымалдау және қауіпсіздік салаларында пайдаланады. Бұл технологиялар болашақта экономикалық және әлеуметтік құрылымдарға айтарлықтай өзгерістер енгізіп, көптеген салаларды жетілдіруге мүмкіндік береді. Инновациялар жаңа немесе жақсартылған өнімдер, процестер немесе қызметтерді енгізу арқылы қоғамның, экономиканың немесе өндірістің дамуына серпін беретін өзгерістер. Олар жаңашыл идеяларды қолдануға және нақты нәтижеге қол жеткізуге бағытталған. Инновациялар бірнеше түрге бөлінеді. 1. Өнімдік инновациялар, анықтама жаңа немесе жетілдірілген өнімдерді немесе қызметтерді нарыққа шығару. Мысалдар, электромобильдер, көліктері, жаңа смартфондардағы жетілдірілген камералар, немесе сенсорлар, медициналық құрылғылардағы инновациялық шешімдер, мысалы, смарт сағаттардағы денсаулық мониторинг. 2. Процесс инновациялар, анықтама өндірістік процестерді немесе қызмет көрсету тәсілдерін жақсарту. Бұл өнімді өндіру немесе қызмет көрсету әдісін тиімді етуге бағытталады. Мысалдар, автоматтандырылған өндірістік желілер, өндірістегі робототехника қызмет көрсету саласында, жаңа басқару жүйелері, онлайн тапсырыс беру жүйелері, жетілдірілген логистика және жеткізу әдістері, мысалы, үй-ның жеткізу жүйелері. Үй. Ұйымдастырушылық инновациялар. Анықтама компанияның ішкі құрылымы мен басқару жүйелеріндегі өзгерістер. Бұл бизнес тиімділігін арттыруға және ұйымның ішкі процестерін оңтайландыруға бағытталған. Мысалдар, гибридті немесе қашықтан жұмыс істеу жүйелері, және әдістерін енгізу, корпоративтік мәдениетті өзгерту, немесе жаңа басқару құралдарын пайдалану. 4. Маркетингтік инновациялар. Анықтама өнімдерді нарыққа шығарудың немесе клиенттермен жұмыс істеудің жаңа тәсілдерін пайдалану. Бұл компанияның маркетингтік стратегиясын жаңашаландыруға бағытталған. Мысалдар, әлеуметтік медиа маркетинг және таргеттелген жарнама брендингтің жаңа әдістері, немесе өнімді нарыққа ерекше тәсілмен шығару, жаңа клиенттік бағдарламалар мен лоялдылық жүйелері. 5. Инкременталды инновациялар. Анықтама, баяу және шағын жақсартулар арқылы қазіргі өнімдер мен процестерді жетілдіру. Бұл ағымдағы жүйелерді немесе технологияларды біртіндеп жаңарту. Мысалдар, смартфонның жаңа моделіне кішігірім жаңартулар қосу, өндіріс процесіндегі шағын өзгерістер арқылы өнім сапасын жақсарту. 6. Радикалды инновациялар. Анықтама толығымен жаңа өнімдер немесе технологиялар жасап, нарықты немесе индустрияны түбегейлі өзгерту. Мысалдар, интернеттің пайда болуы, электр жарығының немесе компьютерлердің дамуы, басып шығару технологиясы. 7. Ашық инновациялар. Анықтама инновацияларды сыртқы серіктестермен, клиенттермен немесе басқа компаниялармен бірігіп жасау. Бұл модельде компаниялар идеялармен ашық алмасып, инновация процесін жылдамдатады. Мысалдар, университеттермен немесе ғылыми зерттеу институттарымен бірлескен жобалар стартаптармен серіктестік орнату, немесе венчурлық қаржыландыру қолданушылардың кері байланысы арқылы өнімдерді жетілдіру. 8. Әлеуметтік инновациялар.
Гилют ибуэ. Анықтама қоғамның әлеуметтік мәселелерін шешуге бағытталған инновациялар. Бұл әлеуметтік экономикалық немесе экологиялық мәселелерді шешудің жаңа тәсілдерін енгізуді білдіреді. Мысалдар экологиялық таза өнімдер мен қызметтерді жасау әлеуметтік кәсіпкерлік жобалар, мысалы, су тапшылығын шешуге арналған инновациялар, денсаулық сақтау мен білім беру жүйелерін жақсарту қорытынды. Инновациялардың әртүрлі түрлері қоғамның, экономиканың және технологиялардың дамуына елеулі әсер етеді. Олар жаңа өнімдер мен қызметтерді енгізуге, процестерді оңтайландыруға және ұйымдарды тиімді етуге мүмкіндік береді. Инновацияларды енгізу ұйымдар мен қоғам үшін күрделі, бірақ қажетті процесс. Бұл процесті сәтті жүзеге асыру үшін бірнеше негізгі қадамдарды орындау қажет. 1. Мәселелерді анықтау және идеяларды жинау. Қажеттіліктерді анықтау, инновация енгізілетін саладағы нақты мәселелерді анықтау маңызды. Бұл клиенттердің қажеттіліктерін, нарықтың талаптарын немесе ұйымның ішкі процестерін зерттеуді қамтиды. Идеяларды жинау компания ішінде немесе сырттан ашық инновация арқылы идеялар жинау. Идеяларды қызметкерлерден, серіктестерден немесе клиенттерден алуға болады. 2. Зерттеу және талдау. Нарық және технологиялық зерттеулер жаңа технологиялар мен инновацияларды енгізу алдында нарықты, бәсекелестерді және заманауи технологияларды зерттеу қажет. Ресурстарды бағалау, инновацияларды іске асыру үшін қажетті ресурстарды, қаржылық, адами, техникалық анықтау және бағалау. Стратегияны құру. Инновациялық стратегия жасау, ұйымның немесе жоба тобының мақсаттарын, міндеттерін және жоспарларын анықтайтын нақты стратегия жасау. Бұл стратегия инновацияның қандай жолмен енгізілетінін және оның компанияға қандай пайда әкелетінін көрсетеді. Тәуекелдерді басқару, инновация енгізу барысында туындауы мүмкін тәуекелдерді алдын ала бағалап, оларды басқару жоспарын құру. 4. Пилоттық жобаларды іске асыру. Тестілеу және прототиптеу идеяны немесе инновацияны шағын көлемде сынап көру үшін пилоттық жобаларды жүзеге асыру. Бұл процесте өнімнің немесе қызметтің прототиптері жасалады. Қолданушылардың кері байланысын алу, пилоттық жобаны іске асыру барысында қолданушылардан кері байланыс жинау арқылы жетілдірулер енгізу. 5. Инновацияны масштабтау. Нәтижелерді бағалау, пилоттық жоба нәтижелерін бағалау және инновацияның табыстылығын анықтау. Қол жеткізілген нәтижелерге сәйкес инновацияны одан әрі дамытып жетілдіру. Масштабтау және енгізу, инновацияны кең көлемде өндіріске немесе қызмет көрсетуге енгізу. Бұл кезеңде жаңа технология немесе процесс барлық бөлімдерде немесе нарықта қолданыла бастайды. 6. Оқыту және қызметкерлерді бейімдеу. Қызметкерлерді оқыту, жаңа технологиялар мен инновацияларды тиімді пайдалану үшін қызметкерлерді оқыту және олардың жаңа дағдыларды меңгеруін қамтамасыз ету. Ұйым ішіндегі мәдениетті өзгерту, инновацияға ашықтық пен қолдау көрсету үшін корпоративтік мәдениетті өзгерту маңызды. Бұл ұйымның барлық деңгейінде инновациялық ойлауды қалыптастыруға ықпал етеді. 7. Қайта қарау және жетілдіру. Процестерді оңтайландыру, инновация енгізілгеннен кейін оның тиімділігін үнемі қадағалап, процестерді жетілдіріп отыру керек. Үнемі жаңашылдық енгізу, инновациялар бір реттік процесс емес, үнемі жетілдіруді және жаңа идеяларды енгізуді талап етеді. Ұйымдар ұзақ мерзімді инновациялық стратегияны ұстануы тиіс. Қорытынды инновацияларды сәтті енгізу үшін нақты жоспар, зерттеу, стратегия және қызметкерлердің қолдауы қажет. Бұл кезеңдерді дұрыс орындау арқылы ұйымдар нарықта бәсекеге қабілетті болып, тиімділік пен өнімділікті арттыра алады. Инновацияларды қолдау механизмдері мемлекет пен бизнестің инновациялық әлеуетін дамытуда маңызды рөл атқарады. Бұл механизмдер инновацияларды енгізуді жеңілдетуге, кәсіпкерлерді ынталандыруға және технологиялық прогресті жылдамдатуға бағытталған. 1. Мемлекеттік қолдау және ынталандыру шаралары. Мемлекет инновациялық жобаларды қолдау үшін әртүрлі құралдар мен бағдарламаларды ұсынады. Олардың мақсаты ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстарды, ғысыткіш дамыту, технологияларды коммерцияландыру және инновациялық өнімдер мен қызметтерді нарыққа шығару. Б. Гранттар мен субсидиялар. Мемлекеттік гранттар жаңа технологиялар мен өнімдерді әзірлеу үшін компанияларға немесе ғылыми зерттеу ұйымдарына қаржылық көмек беріледі. Гранттар инновацияны бастапқы кезеңдерінде қаржыландырып, зерттеулер мен тәжірибелік әзірлемелерді жүргізуге қолдау көрсетеді. Субсидиялар мемлекет кәсіпорындарға инновацияны енгізу үшін белгілі бір шығындардың бөлігін жабуға көмектесетін субсидиялар береді. Мысалы, жаңа жабдықтарды сатып алу, өндірістік процестерді автоматтандыру. 2. Салықтық ынталандырулар. Салық жеңілдіктері инновациялық жобаларға қатысатын компаниялар үшін салықтық жеңілдіктер қарастырылады. Бұл корпоративтік табыс салығын төмендету, мүлік салығын жеңілдету, ғысыткіш шығындарын өтеу сияқты шараларды қамтиды.
Салықтық несие кейбір елдерде ығыстықыш жүргізген компанияларға салықтық несие ұсынылады. Бұл компанияларға салықты кейінірек төлеуге немесе белгілі бір мерзімге кешіктіруге мүмкіндік береді. 1. Үй. Инновациялық кластерлерді құру. Технопарктер технологиялық кластерлерде инновациялық компаниялар мен стартаптарды біріктіріп, оларды инфрақұрылыммен қамтамасыз етеді. Мұндай аймақтарда зертханалар, кеңселер және өнеркәсіптік нысандар сияқты қажетті ресурстар бар. Ғылыми зерттеу орталықтар, ғылыми мекемелер мен университеттерде инновациялық зерттеулер жүргізу үшін зерттеу орталықтары ашылады. Бұл орталықтар академиялық орта мен бизнестің өзара әрекеттесуін күшейтеді. 4. Қаржылық қолдау бағдарламалар. Мемлекеттік инвестициялар мемлекет ығыстықыш саласына тікелей инвестиция салып, технологияларды дамытуға қолдау көрсетеді. Инвестициялар венчурлы қорлар арқылы да жүзеге асырылуы мүмкін. Стартаптарды қаржыландыру жаңадан құрылған кәсіпорындарды қаржыландыруға бағытталған мемлекеттік бағдарламалар. Бұл бағдарламалар стартаптарға гранттар, жеңілдетілген несиелер немесе инвестициялар ұсынады. 5. Жеңілдетілген несие беру. Мемлекеттік несиелер инновациялық жобаларды жүзеге асыру үшін кәсіпорындарға төмен пайыздық мөлшерлемемен несие беру. Бұл механизм компаниялардың қаржылық мүмкіндіктерін арттыруға көмектеседі және жаңа технологиялар мен өнімдерді нарыққа шығару процесін жеңілдетеді. 2. Зияткерлік меншік пен патенттеу. Зияткерлік меншікті қорғау, мемлекет патенттеу процесін жеңілдетіп, инновациялық өнімдер мен технологияларды патенттеуді қолдайды. Бұл жаңа идеяларды қорғау және олардың заңсыз қолданылуын болдырмау мақсатында жасалады. Патенттік субсидиялар патент алуға қажетті шығындарды мемлекет субсидиялай алады. Бұл кәсіпкерлердің жаңа идеяларын заңды түрде тіркеуіне көмектеседі. Үй. Кадрлық және білім беру қолдау. Кадрларды даярлау, мемлекет ғылыми және технологиялық салаларға қажетті мамандарды дайындауға қолдау көрсетеді. Арнайы оқыту бағдарламалары мен инновациялық кадрларды даярлау орталықтары ұйымдастырылады. Инновациялық кәсіпкерлікті оқыту бизнес мектептері мен университеттерде инновациялық кәсіпкерлікті оқыту курстары енгізіледі. Бұл болашақ кәсіпкерлерге өз жобаларын жүзеге асыруда қажет дағдыларды үйретеді. 4. Құқықтық және институционалдық қолдау. Заңнамалық реформалар. Инновацияны дамытуға арналған қолайлы құқықтық ортаны құру мақсатында заңнамалық реформалар жүзеге асырылады. Бұл интеллектуалдық меншік құқықтарын қорғауды күшейту, салықтық жеңілдіктер мен реттеуді оңайлату арқылы жүзеге асады. Инновациялық агенттікте мемлекеттік органдар немесе агенттіктер инновациялық жобаларды қолдау және үйлестіру үшін құрылады. Олар кәсіпкерлерге инновацияны енгізу бойынша кеңес беру, қаржыландыру және басқа да қолдау көрсетеді. Қорытынды. Мемлекет инновацияларды қолдау мен ынталандыру үшін әртүрлі қаржылық, салықтық, кадрлық және заңнамалық шаралар қолданады. Бұл механизмдер экономиканың инновациялық әлеуетін арттырып, жаңа технологияларды дамытуға мүмкіндік береді.